Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдауға бағытталған Қазақстанның оқырман ұрпағы 2021 жалпыұлттық акциясы аясында президент ұсынған 30 кітап атты әлем және қазақ әдебиеті, публицистика, ғылыми-танымдық, рухани жаңғыру кітаптарына библиографиялық шолуды ұсынады. Мұқағали Мақатаев «Тамаша айым, тамызым» өлеңдер жинағы Алматы Қазақпарат баспасынан 2016 жылы басылып шыққан, 336 беттен тұрады. Бұл кітапқа Мұқағали Мақатаевтың таңдамалы өлеңдері енгізілген. Ілияс Жансүгіров шығармалар жинағы Алматы өлке баспасынан 2012 жылы басылып шыққан, 320 беттен тұрады. Бұл кітапта құлагер поэмасы мен күйші поэмалар және жетісу суреттер атты өлең топтамалары енгізілген. Смағұл Елубай Ақбоз үй роман-трилогия Алматы Атамұра баспасынан 2008 жылы басылып шыққан, 520 беттен тұрады. Трилогияға кешегі кеңестік кезеңдегі қазақ халқының жазылмаған шындығы, айтылмаған тарихы арқау болған. Ақбоз үй романына өткен ғасырдың 30 жылдардағы ашаршылдық зардаптары, Мінәжат романына қуғын-сүргін оқиғалары өзек болса, жалған дүние 80 жылдардағы рухани тоқырау дәуірінен сыр шертеді. Қабдеш Жұмаділов Дарабоз тарихи роман Алматы жазушы баспасынан 1996 жылы басылып шыққан, екінші кітап 416 беттен тұрады. Бұл көрнекті жазушы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қабдеш Жұмаділовтың Дарабоз атанған даңқты қолбасшы Қаракерей Қабанбай Батыр туралы тарихи романның екінші кітабы. Шығарма желісі Қабанбай Батырдың өмірі мен жорық жолдары төңірегінде ғана шектеліп қалмай, Абылай ордасының ішкі-сыртқы саясатын да кеңінен қамтиды. Әкім Тарази шығармалары. Романдар Астана Фолиант баспасынан 2013 жылы басылып шыққан, 429 беттен тұрады. Жазушының бұл кітабына қиянат және жаза романдары енгізілген. Алдыңғы туындыда бұралаң қалтарысы көп өмір жолы кейіпкерлер тағдырмен шиеленсе суреттелген. Кейінгісіне өмірдегі күрес пен санадағы арпалыстың, таным мен түйсіктің көзге көрінбес айқасы арқау болған. Дулат Исабеков Қарғын романы алғаш рет 1980 жылы жазушы баспасынан жарық көрді. Кітап баспадан шыққан бойда жастардың сүйіп оқитын шығармасына айналды. Романның негізгі оқиғасы Алматы қаласында өтеді. Негізгі идеясы адам бойындағы шынайы махаббат, адал сезім, биік парасатты жан-жақты көрсету. Шығарманың басты кейіпкері атышулы жас жазушы Жасын және жоғарғы оқу орнына енді ғана түскен студент қыз Бағила. Абай Құнанбаев өлең сөздің патшасы шығармаларының бір томдық жинағы Алматы Абай клубынан 2006 жылы басылып шыққан. Кітап 543 беттен тұрады. Бұл кітапта Абай Құнанбаевтың өлеңдері, аудармалары, поэмалары сонымен қатар қара сөздері енгізілген. Мұхтар Мағауин Аласапран Алматы жазушы баспасынан 2009 жылы басылып шыққан. Аласапран Қазақстанның халық жазушы Мұхтар Мағауиннің ең басты орталық шығармасы. 1984 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған атақты тарихи роман. Бұл кітапта Еуразия кеңістігінде орын алған қилы-қилы оқиғалар, қазақ халқының ұлттық санасы, мемлекеттік құрылымы, көрші жұрттармен ара қатынасы, сол замандағы белгілі тарихи тұлғалардың болмыс бітімі туралы сыр толғайды. Әбіш Кекілбаев Үркер роман Алматы жазушы баспасынан 1981 жылы басылып шыққан, 584 беттен тұрады. Әбіш Кекілбаевтың бұл кітабы Қазақстанның Россияға қосылуының 250 жылдығына орай жазылған. Автор қазір романның бірінші кітабын ұсынып отыр. Шығарма халық тағдырының алды үмітсіздеу. Белгісіз бір кезеңде Әбілқайыр ханның орыс патшасына бодан болуға рұқсат сұрап, елші жіберіп, соның жауабын сарыла күткен көпті күйін суреттеуден басталған. Әл-Фараби таңдамалы трактаттары Алматы Арыс баспасынан 2009 жылы басылып шыққан, 656 беттен тұрады. Бұл кітапқа ғұлама ғалымның бұрын орыс тілінен аударылған туындыларымен қоса араб тілінен тәржімеленген азаматтық саясат, бақытқа жету жайында, теология, ғылымдардың жіктелуі туралы сөз, музыка туралы үлкен кітап секілді трактаттары енгізілген.